сәлеметсіздер ме? Мен аты жөнім Жазира Альбекенова. Мен осы бизнес бастау мектебінің 30-шы ағымының түлегімін. Енді менің өмірімде мынандай жағдай болды, соны айта кетейін деп тұрмын. Кішкентай кезімде қатты ауырдым, сыр берді. Менингоэнцефалит деген нәрсе болды. Өздеріңіз білесіздер, совет өкіметі кезінде қиын жағдай болған. Менингиттен өте көп адамдар өліп жатты. Сондағы нәрсе мына именно медитация. Ауырғанда мына менингоэнцефалит дейді. Көр болды да, көр асқынып менингоэнцефалитқа айналған, бірақ оны ешкім таппады. Зерттеп, ақыры бас тартуларыңызды сұраймыз деп, мамам мен папама қолхат жазғызып алды. Мені үйге шығарып тастады больницадан. Потому что диагноз қоя алмады. Ал менингоэнцефалиттің салдарынан, оказывается, бүкіл нерв жүйесі зақымданады екен да, адам қол аяғы істемей қалады екен. Мен сонда істегені, мына мойнымнан жартысы басым істеп жатты, қалған денем сал болып қалды. Просто жаттым. Айғайлай, мама деймін, мамам жүгіріп келеді, басымды бұрыш деймін. Басым талып кетеді мына мойным. Басымды бұрады, кішкене жатам, талып кетеді. Мама деймін, жүгіріп келеді, басымды бұрыш деймін. Қайда бұрамын деп бұрып береді, жатам. Сондай жағдай өзімен өтті. Менингиттен адам тез қайтыс болады. Сондағы күш жігері мамамның маған сендірді. Сенің өзің ішіңде күш бар. Сен жеңе аласың. Сен басың істеп тұрса, басқанда жеңе аласың деп. Мен 1,5 ай үйде жатып. Попробуйте менингитпен ауырған адамдардың историясын көріңіздерші. Үйтіп көп жатпайды. Ары кетсе 7 күннің ішінде ухудшение болады. Сол менің мамамның үлкен маған қосқан медитированиясы сол, потому что ол маған бүйтіп көзіңді жұмда елестет деп айтатын. Көзіңді жұм, аппақ сандалия алып келіп қойып қойды қасыма. Мына сандалия кигің келе ма? Я говорю, я. Жүргің келе ма? Я. Онда представь себе, что это у тебя на ногах дейді. Сөйтіп мені жетеледі кәдімгі дейші. Мен 9 жастамын, бірақ соны жетегінде бардым, мен қатты соны тұрғым келді аяқтан. Косметика сатып әкеліп берді. Боянатын кәдімгі косметика. Көп түрлі түсті. Мына мен боянған келе ма дейді. Мен әлі баламын ғой десем. Сен баласың, бірақ мынаны мен саған арманың болу керек, сенде мына мен боянам деген арман болу керек деп. Кәдімгі радикюль дейді, кішкентай ақ сумочка, соған салып әкеліп берді. Қазір боянсам бола ма, сен боянып көр, бірақ қазір боянуға болмайды. Сол мама мені бояндырды. Көрдің бе өзіңді? Осындай боянып жүріңді, сен бой жетуің керек. Сонда мен 9 жастамын, маған айтады, сен бой жетуің керек, өсуің керек, мынаны пайдалануың керек. Вот сондай жағдай болды. Енді сол менің есімде қалып қойды да, келешекте мысалы мен ауырған кезде жаңа сенің көзіңе операция жасамаймыз дейді, бір көзімді алмай қойды. Оң көзің сенің уже жарамайды операцияға. Қара түнекте қалады деді. Ал мен жарықты көріп жүрмін. Маған сенбейді ешкім. Жарықты көрем десем сенбейді. Сөйтіп мен жаңаға бір өзі ізденген адамның алдынан бір адамдар шығады ғой. Менің алдымнан бір келіншек космоэнергетикамен заниматься етеді екен. Сол айтты. Сіз медитировать етуіңіз керек. Ананы тірілтуіңіз керек, іштей тірілтуіңіз керек. Вот көресіз, сізде әлі 2 күн бар операцияға дейін. Көресіз, 2 күннің ішінде олар қайта қараған кезде результатын көреді депші врачтар. Потому что дәл операцияның алдында обязательно бір рет зерттеп алады ғой олар. Просто так алып салып жасай салмайды. Сосын мен 2 күн бар дегенге мен күш қуаттанып, сол есіме түсті. Мамамның қалай істегені. Сөйтіп мен далаға шығып алып, тып-тыныш жерге, глазной институттың қасында паркіне отырдым. Сөйтіп мен айттым, маған жол сілтеп берші, қалай істеуім керек. Сосын ол кісі маған жол сілтеді. Осылай тынышталып, әлемге сеніңіз. Мына тылмыс дүниеге сеніңіз. Сіз сенсеңіз, сізге береді. Іштегі біреуге ренжігенің, бір нәрсеге көңілің толмағанын бәрін кешіріп шығарып тастаңыз ішіңізден. Сосын көзіңізге жол табыңыз деді. Институттың ішінде көздердің суреттері тұр ғой, соны айтты. Ең жаңағы несі, здоровый көз қандай болады, соны көріп алыңыз деді. Сетчатка не екенін білмеймін ғой. Сетчатканы барып сұрап алдым, не нәрсе бол деп. Сөйтсем, сетчатка деген жұқа үлдір екен. Мына ми мен глазное яблоканың ортасында тұрған үлдір екен. Мынандай ғана. Шөмішке беттеріңізді қарап көрдіңіздер ме? Домалақ шөміш бар ғой? Төңкеріп түсесіздер ғой, Ол сетчатка тура сондай нәрсе екен. Сетчатка әлемді төңкеріп түседі екен де,
хрусталик арқылы ол біз дүниені дұрыс қарай көреді екенбіз. Преломление лучей болады екен да, дұрыс көреді екенбіз. Мен соған дейін білмеппін. Сөйтіп соны көріп алдым, 2 күнім бар. Күнде ананы қарап аламын да, далаға шығам жаңаға, отырам. Тып-тыныш состояниеға кірем, маған айтады да жаңаға, ұйқы мен бодрствованиенің ортасында болуым керек деп. Мына қалғисыздар ғой, вот қалған состояниені ловить етіңдер дейді. Сол состояниеда мен жаңаға өзімнің көзімді, оң көзіммен жұмыс жасадым. Сөйтіп 2 күн қалды. 2 күннен кейін соны тура операцияға 15 минут қалған кезде мені жаңағы обследованияға кіргізді. Сөйтіп обследованияға кіргізген кезде мен айттым, мен оң көзіме жасаңыз деп. Ол мен сол көзімді обследованияға кіргізіп жатыр. Мен сізден просьба, оң көзімді тағы бір қараңызшы дедім. Сөйтіп тағы бір қараңызшы, пожалуйста дегеннен кейін мен әйел адам болды да ол кісі. Сізде анасыз ғой, мен көрейін деп тағы бір көрді де. Данияр деп көмекшісін шақырып алды, ассистент врачты. Сол кісіге тағы қарады. Что будем делать деп екеуі бір-біріне сыбыр-сыбыр етеді. Мен енді ойлап тұрмын ғой жаңаға, болмайды екен деп. Сөйтсем, Данияр, может попробуем? Кажется, есть шанс. За 15 минут сонда до операции бүкіл сол көздің импланттарын оң көзге ауыстырды. Оң көзде 10 имплант, 10 тесікті жамап, ана ненің бәрін, сетчатканың бәрін тігіп, 2,5 сағат операция істепті. Өзіме келген кезде қасымда отыр екен. Ты в рубашке родилась деп. Сонда жаңа медитация арқылы жаңа ішінде кровоизлияние не болған ғой, қысым болған, соның бәрі мешочекқа жиналып қалған дейді. Мешочекті сылып алып тастаған да сетчатканы тығып қойған. Сөйтіп мен көзімді спасли. Сөйтіп 14 күннен кейін екінші көзімді жасады. Міне осы күнге мен 8 жылдан бері мен әлі жұмыс істеймін, компьютермен жұмыс істеймін. Қатты стресстер болды, көп нәрселер болды. Күйеуге шыққаннан кейін өзім кеш шықтым, өйткені бала тууға болмайды, сенің көзің жарамайды деген нәрсені миыма сендіріп алғам. Сөйтіп 31 жасымда мен күйеуге шықтым. 32 жасымда мен ұлымды тудым, жалғыз ұлым бар. Мына мен жолдасым сол стресстен жаңағы енді қиындау екен. 31 жаста шыққаннан кейін бүкіл жаңағы средаға түсіп, оның бәрін жеңіп шығу өте қиын екен. Сондай стресстардан мен көрдіңіздер, мен қандай толық болдым. Толғанда енді керемет түкішпеймін десем де толый бердім, қара су ішсем де толдым. Мына қолым аяғыма жетпей қалды, қарным өйткені дәу боп салақтап кетті қарным ше. Ялдым, елден алып жүрдім, өйткені мен күйеуім кішкене мен бойымнан кішірек та. Ол еще апарық. Мен де оның мамасы сияқты жүрдім қасында. Екеуміздің разницамыз да бар возрастымызда. Содан мен мынандай дүние істедім. Жаңаға миды алдау керек болды маған. Көп нәрсе оқыдым. Ағай сияқты іздене бердім. Сіз дұрыс айтасыз, іздену керек адамдар. Соны іздене бердім. Сосын кейін бүкіл оққан дүниелерінің бәрінен бір тұжырымға келдім да. Мен миды алдауға кірістім. Миды алдау деген енді өзім психологпын ғой. Миды алдау керек болды, потому что подсознание мен сознание екі түрлі нәрсе ғой. Сознание мысалы ол аналитический банк памятида тұрады, анализ жасалады, иә? Ал подсознание ол реактивный банк памятида тұрады. Ол все то, что мы не помним, то есть есімізде жоқ дүниенің бәрі реактивный банк памятида. Мына жерде. 1 сантиметр мына жерде. Бірақ сол реактивный банк памяти біздің бүкіл өмірімізді управлять етеді екен. Білесіздер ме? Біз ұмытып қалған дүние бізбен управлять етеді. То есть подсознание бізге біздің өмірімізді жылжытады екен. Міне мынау мен 15 жыл 9 май мамыр, мынау 16 жыл 9 мамыр. Мен 32 килограммды жеңдім. Мына менің жолдасым, даже Инстаграм, WhatsApp, өзінің бүкіл жолдас туысқандарына күліп, мен жаңағы кеудемді диетаға отырғыздым, ішімді диетаға отырғыздым, қолымды диетаға отырғыздым деп түсіре беретін де, жібере беретін. Күнде мен жаңағы издеваться ететін, былай айтқанда ше. Қандай маған қиын болса да, мен соны істедім. Мен көрдіңіздер ме? Сосын мен енді көп жұмыс жасай бердім, түбінде мен жетуім керек соған. Ана киноларда көрген, оқыған нәрселерім бар, солардың бәрін есіме түсіремін де, басқа адам жасағанда мен де жасай аламын, менде де ол болу керек. Міндетті түрде деп мен тастай салған жоқпын. 9 ай өткен кезде мен резко салмақ тастай бастадым. 3 айдың ішінде 32 килограмм без вреда на здоровье тастадым. На самом деле мен қалай тамақ ішетініме дейін бұл Инстаграм, бұның достарын бәрі біледі. Она кушает как лошадь деп жазып жібереді. Сосын айттым, мен сенімен тамаққа бармаймын.
маған келеді да, жаңағы жұмысқа келіп алады да, жүр обед ішіп келейік дейді. Обедті не етейік, жарайды деймін, мен первый, второй, третий заказ беремін, ол бір ақ тамақты заказ береді. Сондай. Құр ғана оймен ғана елестету түк әсер бермейді. Иә. Оған ойлап, мысалы осылай бір бүкіл тәнің сезіну керек та. Ойың екеуі бірге болмаса, құр ғана сезіндің, бір жақсы бір жаңағы моншаға барып отырып, бірдеңе сезіндің, денең сезінді, ал ойың соған сәйкес емес, ол да әсер бермейді. ДНК-ны өзгеріп жүреді екен. Мынаны ұстатып қойды да, ойымен, сезіммен, бүкіл жан тәнім сезінген кезде зерттеу жасаған, ДНК 25% қана, ДНК спираль түзетіліп кеткен. Сондықтан сезіну керек та, кез келген нәрсені, мысалы, бақытты неменеңді, білімді болғаныңды түгел сезіну керек сонымен. Жан тәнім ішінде сезім болуға тиіс. Сол үшін мен акасы 9 айды сарп еттім. Мен 9 ай дегенде барып түсініп, уже жұмыс жасай бастадым. Өзіме қатты зерттеу жасадым мен. Дала себе поверить, что я стройная, красивая, что менің ғашық болған дүнием жаңағы толық кезінде жіңішке қыздардың белдік тағып жүреді ғой, неше түрлі тастары бар, әрленген. Мен ғашық болатын, мен қашан осындай белдік тағам деген мақсат менде, арман болатын. Ана тағып көрем жараспайды, киімге тағып көрем жараспайды. Қарным дәу ғой, топ-тоқпын. Қазір мен қазір жүрген жерімде белдік сатып ала берем. Тастарымен неше түрлі белдік сатып ала берем, потому что уже жеттім сол арманыма. Вот. Диспенсердің глубокий медитация кірген кезде тазалауға болады. Терең оққан жоқсыз? Терең оққан жоқпын әлі. Жоқ. Сіз жасаған неменені әлдеқайда қысқа уақытта жасауға болады да. Мына дәлел ғой жасаған, бірақ ұзақ уақыт жасаған. Соны қысқа бір ақ ай жасап шығуға болады.